Әлия Молдағұлова атындағы спорттық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де танымал. Спортшылар өздерін спорттың барлық түрінен жақсы нәтижемен көрсетуде. Алматыда өткен Қазақстан Республикасы кубогында біздің қыздар бағдарламалардың 4 түрін орындады. Интернат тәрбиеленушілері үшін басты мақсат жеңіске жету болатын. Жарыс қорытындысы бойынша Әлия Молдағұлова атындағы спорттық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері акробаттық жаттығулардан Алматы командасының қыздарынан жақсы өнер көрсетіп, бірінші орын иеленді. Сондай-ақ жерлестеріміз синхронды жүзуден аралас топта 3-ші орын иеленді. Топ құрамына Яна Ильясова, Виктория Кравченко, Руслана Гаврилова, София Гончар, Юлия Кныш, Елизавета Жукова, Арина Миранюк, Анжелина Горюшина, Камила Хамазова, Екатерина Лукашкиналар кірді. Біздің команданың ең құнды мүшесі Виктор Друзин, олар аралас топта Юлия Кнышпен өнер көрсетеді. Жаттықтырушы Ольга Брюктің айтуынша, жарыстың алғашқы күнінен соңына дейін Әлия Молдағұлова атындағы спорттық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілері тамаша өнер көрсеткен. Бүгінде жерлестеріміз Екатерина Панегина мен Ольга Брюктің жетекшілігімен өздерінің кәсіби деңгейлерін жоғарылатуда.